Саламатсыздар ма? Мемлекеттік емтиханның 16-шы есебіне тоқталайық. Қабырғалары арифметикалық прогрессия құрайтын ең үлкен қабырғасы 18 см, периметрі 60 см болатын және қабырғаларының айырмасы 2-ге тең дөңес көпбұрыштың неше қабырғасы бар дейді. Бұл арифметикалық прогрессия дегендіктен арифметикалық прогрессияға қысқаша тоқталайық. Бізге мынандай тізбек берілсін: 5, 9, 13, 17. Енді бұдан кейін де сан бола береді тізбек болғаннан кейін. Бұлай қарап отырсақ, келесі нешеге тең болатын алдындағыларға қарап білуге болады. Мысалға 5 пен 9-дың айырмасы 4-ке тең, 9 пен 13-тің айырмасы да 4-ке тең. Демек, бұл әрбір келесі сан 4-ті қосу арқылы табылатыны түсінікті болады. Біріншісін А1 деп алсақ, мына бәрінде 5 бар екенін көріп тұрмыз, иә? Демек, бұлардың барлығы А бірінші элемент. Бірінші элемент және Д арқылы біз кез келген элементін нөмірлеп табуға болады екенбіз. Мысалға, бізге А4 тапқан кезде не істедік? А1-ге қостық 3 Д-ні. Яғни 1-ге кем Д қосылады екен. Демек, формуланы жазсақ болады екен. N-ші элемент тапқан кезде А1-ге қосамыз, N-нен 1-ді азайтып, сонша рет Д-ні қосады екенбіз. Яғни N-1 көбейтілген Д-ні қосады екенбіз. Бұл біздегі тапқанымыз N-ші элементтің формуласы. Енді S4-шіні тауып көрейік. S4 дегеніміз не? Алғашқы 4 элементтің қосындысы, яғни мына тұрған 4-еуінің қосындысы. Егер 5 элементтің қосындысы болатын болса, бізде S5 болады. Демек, N элементтің қосындысы A1-ден AN-шіге дейінгі элементтердің қосындысы. Енді біздің есебімізде қарасақ, арифметикалық прогрессия құрайтын ең үлкен қабырғасы 18 дейді. Яғни, ең үлкені 18 болатын болса, одан кейінгілері 2-ге айырмасы 2-ге тең болатын болса, демек, біртіндеп азая береді деген сөз ғой. Демек, 18-ден кейінгі кішісі 16 болады, одан кейінгісі 14 болады деген сияқты осылай кете береді. Енді барлық қабырғаларының саны нешеу екенін табу керек. Енді біз ауызша шығаратын болсақ, 18, 16, 14, 12 деп қосатын болсақ, бізден 60 шығайын деп тұр. Яғни барлық қабырғаларының қосындысы емес па периметр дегеніміз. Демек, SN тең 60-қа екен. Енді формула арқылы қалай шығарамыз? Формула арқылы шығарған кезде SN тең 60 деп жазып аламыз. А1 бізде белгілі 18-ге тең екен. Енді біз мына формуланы қолданады екенбіз. Жаңағы AN-нің формуласын бірінші А1-дің орнына 18-ді қоямыз. N-1 көбейтілген -2 Д-ның орнына қоямыз. Тең жақшаларды ашып ықшамдаған кезде 20 азайтылған 2N деген өрнек шығады екен. Бұл AN-ші элементтің формуласы. Мына жерде SN-нің формуласындағы А1 мен AN-нің орнына мына жаңағы тапқан А1-дің орнында 18 берілді ғой, соны қоямыз. AN деп отырғанымызды қоямыз. Яғни 20 азайтылған 2N деп жаңа тапқан өрнегімізді. Содан кейін осы екеуінің қосындысын 2-ге бөліп, мына формуладағыдай және N-ге көбейтіп, тең 60 деп жазып аламыз. Сөйтіп N-нің мәнін табамыз. Енді біздегі N-іміз, яғни мынадан түрлендіру арқылы шығаратын болсақ, 2-ні 60-ға көбейтіп жібереміз. Сол жағындағы өрнекті жақшаларды ашып ықшамдаймыз. Сонда 38N минус 2N квадрат минус 120, мына 2 мен 60-тың көбейтіндісі 120, солға ауыстырамыз таңбасын минус қылып. Сонымен теңдіктің барлығына коэффициенттеріне қарайтын болсақ, 2-ге еселік екен, n квадраттың таңбасын минус демек, минус 2-ге бөліп жіберсек, сонда n квадрат минус 19n плюс 60 шығады екен. N-ді таптық мынадан. N тең 15-ке, n тең 4-ке, яғни дискриминант арқылы шығарылатын теңдеу, иә? Енді 15 дегенді қоятын болсақ, мысалға, формулаға апарып n-нің орнына, бізде 20 азайтылған 2 көбейтілген 15 болады. 20-дан азайтамыз 30-ды, минус 10 шығып кетеді. Қабырғалардың ұзындығы минус 10-ға тең болуы мүмкін емес. Келесі 4 дегенді қойып көреміз. 20 азайтылған 2 көбейтілген мына жерге 4-ті қойып есептесек болады. Сонда 20-дан 8 азайтылады ғой, сонда 12-ке тең болады екен. Мынау енді бағанағы А1 қосылған мына формула арқылы шығарылып тұр. Мынамен де шығаруға болады. Енді жауабында бізде 12 деген соңғы ең кіші қабырғасы 12-ке тең екен. Демек, бізде мына шеттегі N-нің орнына қойып тұрған 4 деген сан бұл қабырғаларының нешеу екенін көрсетеді. Осылай табады екенбіз. Міне, көпбұрыштың неше қабырғасы бар деді. Көпбұрыштың 4 қабырғасы бар. Мынаны қабылдай алмаймыз. 17-ші есепке тоқталайық. 17-ші есепте боялған текше берілген екен. Барлық қырлары бірдей 5 бөлікке бөлінген. Мына жерде бір бөлігін, 2 бөлігін алып көрсетіп тұрмын, сырты боялған, іші боялмаған екенін көрсету үшін. Енді кездейсоқ алынған текшенің, яғни мына жерде бізде неше текше бар? Соның кез келген біреуін алған кезде, соның бір жағы боялған болу ықтималдығы қандай деген сұрақ бар екен. Енді
біз А деген оқиғаны кездейсоқ алынған текшенің бір жағы боялған болуы деп, сондай оқиға деп аламыз А оқиғасының. Енді сол А оқиғасының ықтималдығы қандай? Оны білу үшін енді ықтималдыққа тоқталамыз. Ықтималдық дегеніміз не? Мына жерде бөлшек беріліп тұр, қарап тұрсаңдар. Бұнда бөлшектің бөлімінде n деген өрнек тұр. N деп отырғанымыз біз қанша текшені алуымыз мүмкін. Мына жерде бізге қолайлысы емес, жалпы барлығы қанша текше бар, соның біз барлығын алуымыз мүмкін ғой. Сондықтан біз соның барлығын n деп алады екенбіз. Барлық оқиғалардың санын сөйтіп алады екенбіз n деп. Енді m деп отырғанымыз не? Бізге қолайлысы. Ал біздің қолайлы оқиғамыз ол бір жағының боялған болуы. Енді қараймыз, бізде барлығы неше оқиға бар? Барлық оқиғалардың саны неше бізде барлығы? Яғни кубтың әрбір қырын 5-ке бөлген кезде, онда бізде не шығады? 125 кішкене куб шығады. Сонда бізде барлығы 125 куб бар. Сонда енді бізге қолайлысы қанша? Оны санау үшін бізде кубтың 6 беті бар. 6 бетінде нешеуі бір жағы боялған? Мысалға мына қырларында тұрған кубтарды алатын болсақ, олардың 2 жағы боялған. Бұлар бізге жарамсыз екен. Бізге жарамдылары мына тұрған бір жағы боялған кубтар. Бұл жерде бір бетінде 9 куб бар. Демек бізде 6 бетінде 6 9-дан көбейтілгенде 54 болып шығады екен. Сонымен жауабы кездейсоқ алынған текшенің бір жағының боялған болу ықтималдығы 54 бөлінген 125. 125-тен 54 деп айтсақ болады екен.